Қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге немістің тағамы штрудельді жасап көрсетемін. Дәмі де түрі де керемет болып шығады. Ауызашарға жасап көріңіздер. Тойымды тағамдардың бір түрі. Егер менің видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк, коммент қалдыра кетіңіздер. Енді осы тағамды жасау үшін бізге ет, сарымсақ, пияз, картошка және сәбіз қажет. Осылардың барлығын видеода көрсетілгендей қылып турап алыңыздар. Бәрін дайындап алғаннан кейін қызып тұрған табамызға етімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Ет қуырылғаннан кейін пияз бен сарымсақты қосып, оларды да жақсылап қуырып аласыздар. Сәбізді саламыз. Дәміне қарай дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Сәбізіміз қуырылғаннан кейін бір қасық томат пастасын қосып 2-3 минут қуырамын. Содан соң бір күрішкі су құйып, баяу отта қайнататын боламыз. Енді осыған қамыр дайындауымыз қажет. Қамырды керегінше ұнның мөлшері сіздің үйіңіздің адам санына байланысты аз немесе көп қылып жасасаңыздар болады. Бір дана жұмыртқа, су және суға бір қасық тұз салып араластырып қойғанмын. Осыларды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Менде кішкентай 4 суала шықты. Осыны жарты сағат демалдырамыз. Енді жарты сағаттан соң тынған қамырымызды алып, жұқа қылып жаямыз. Барынша жұқа қылып жайыңыздар. Жұқа қылып жайған қамырға сұйық май жағып шығамыз. Содан соң рулет сияқты қылып орайтын боламыз. Жіңішке қылып бастап орасаңыздар болады. Енді осы ораған қамырымызды кесіп шығамыз бірнеше бөлшектерге. Осылай қамырымыздың барлығын осылай жасап шығасыздар. Видеода көрсетілгендей қылып дайындап алып. Енді қамырымыз дайын болған кезде картошкамызды саламыз. Картошка салған кезде оттың астын қатты шығарып, картошканың бетіне қамырлардың барлығын орналастырып шығамыз. Қамырды салған кезде оттың астын қатты шығарып 5 минут қайнатасыздар. 5 минуттан кейін отымыздың астын баяулатып 40 минут баяу отта бұқтырамыз. Мінекей, осымен біздің тағамымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Салтанат. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.